Міне түн малдың бәрі бақырып жатыр. Осылай таңға дейін бақырат бәрі. Осы айналада егін бар, ТО Агро деген. Ол осы біздің бұзауларды қамалып алып, в общем айтқанда, бүгін күндіз қамалып алған. Енді міне малдардың бәрі түнімен азанға дейін бақырып тұрады. Енді осы біз барып, бұзауларды алып кетпекші болып барып едік. Бірақ олар бермейміз дейді бұзауларды. В общем, кілт бермеді. Міне малдар түнімен мүңіреді, біздің малдар. Білмеймін қанша адамға ұйқы бермегендерін. Бұл айтқанда олар ТО Агро дейтін компания осы бос жүрген малдардың бәрін тек апарып қамай береді. Себебі егін жап-жақын мына жерге. Мына уже арғы шығасың 2 километр. Ар жақта уже егін. Мал бір шешілсе, ит бір қуып кетсе 2 километр дейін. Бір қысқа уақыттың ішінде, бір шығат жарты сағаттың ішінде, даже 15 минуттың ішінде бір шығу мүмкін егіннен. Сол олар бос жүрген малдың бәрін көрсеп, алады да апарып қамай береді. Сосын еще бермейді. Осы мал түнде шешіліп кетсе, бір ешкілерді ит қуып кетсе түнде, қамай бере ма сонда? Ол нагло емес па слишком? Ой, қайдан білейін мен бұзаулар кетіп қалған. Оны иттер қуып кетті ма, құдай біледі. Олар алысқа кетіп қалыпты. Мен үйдің жанында жүретін бұзауларды үйдің жанынан іздеп жүрмін. Ауылға кіріп кетті ме деп ауылдың ішін қарап жүрмін. Оказывается, олар кетіп қалыпты, алысқа кетіп қалыпты. Сосын мыналар алыпты, нагло барды да қамап тастады.